Бәріне сәлем достар. Бұл видео менің алғашқы трегім жайында. Свет мұнда екен ғой да? Неге ол шықты, вообще бұл ой қайдан шықты, тағы сол сияқты. Себебі енді біраз таныстарым мүлде хабарсыз болды бұл заттан, шыны керек. Өйткені мен барынша бір құпияда ұстауға тырыстым. Неге десеңіздер, өзім іштей бір әр адам өзінің іштей бір күресі болады ғой, сол сияқты бұл да мен үшін бір күрес болды. Өз-өзімді жеңу. Бұл трек мен үшін андай бір хит болу керек, жоқ әлде білмеймін, бір әр өлеңнің өзінің тарихы болады ғой енді. Мен үшін бұл өлең больше про то, что мен өзімді жеңе алдым, мен өзімнің қалауымды жасай алдым, мен ұзақ уақыт бойы өзіме рұқсат бермей жүрген затты істедім. Бақыт күтпейді, бәрінен үлгер деген сияқты айту керек. Жоқ, былай нормально. Аяққа суық просто. Әдетте бәрі оң айтысы. Көтеріп, деп түсіндіру керек. Тағы бір ұпай деп айту. Motivation болып басталып келе жатыр. Тағы бір ұпай қос сенімге. Әдетте бәрі оңай, көзіңе басты. Білмеймін, негізінде, если алыстан мен өмірімді бүйтіп қарайтын болсақ, мен кішкентай кезімнен өлең айтамын. Барлық туысқандарым подтвердят. Кішкентай кезімнен бері өлең айтамын негізінде. Бірақ ересейе келе ол зат хобби дедім ба, анау дедім, мынау дедім, алыстап кетті. Соңғы 3-4 жылда мен артистермен жұмыс істедім. Бұл өте үлкен опыт болды мен үшін. Яғни мен одан да жақынырақ сезіне бастадым сол артистік өмірді. Сахнадан үстін, астын, артын, алдын, шетін деген сияқты сондай түрлі жағынан көрдім, әртүрлі ракурстан, әртүрлі жағдайларда, әртүрлі масштабтарды көре алдым. Оған өте үлкен шүкіршілік, шынымен де бір үлкен опыт. Бұл нәрсе көп адамға беріле бермейтін бір мүмкіндік деп есептеймін. Осы нәрсенің бәрін өткеннен кейін біраз алыстағым келді. Неге десеңіздер, сол өзімді іздеу және өзім ішімдегі бір ішімнен бір шығатын ойлар болады, ішіндегі бір шынайы бір айтатын сөздер болады, андай кішкентай Гүлназдың арманын орындауға барынша бүкіл ресурстар мен алдымда дайын тұрды, бірақ мен ол нәрсеге ментально дайын болмадым. Просто вот ментально осознаниямен спокойно өзіме рұқсат бере алмадым. Білмеймін неге екенін, бірақ соңғы 2 жылда сол нәрсемен жұмыс істедім. Барынша осы кейіпте өзімді қабылдауға, мен ән айтқым келеді, мен ән жаза аламын, мен осы нәрсені бастаймын, мен осы нәрсеге барамын, не болса да, қазір болмаса ешқашан деген сияқты өзіме сөз бердім алдыңғы жылдың соңында, және сол жерден біз бастап кеттік. Тағы да. Айналам сыйлайды бүгін тегін смайл. Жоқ, жеңіл сөздер болып тұр ғой, көп сөз болса да. Қос. Көп сөз бұл ұқсас. Желтоқсанның соңында, ортасында, мен Мәкеге келіп, ол мен бірінші келу емес Мәкеге, негізінде оған дейін де мен жазда, яғни 1-2 жыл бұрын келіп Мәкеге айтқан болатынмын. Осылай ниетім бар, ән жазып бастау, үйрену, көмектеспе деген сияқты. Ол кісі әрине үнемі мені қабылдайтын, давай кеттік істейік деген сияқты. Бірақ әртүрлі себептермен мен уақытта болмай жүрдім. Бірақ осы желтоқсанда барынша күш-жігерімді жинап, енді артқа жол жоқ деп келдім. Осылай істейік, не болса да бастап кетейік деген ниет болды. Сөйтіп бастап кеттік. Менде кадрлар бар, студияда келіп жүрген, жұмыстан кейін кешкі уақытта келіп әндер жаздық. Яғни әртүрлі демкаларды көрдік, әртүрлі жанрларды өзіме киіп көрдім. Көрмей тұрмын. О, көрдім. Клип түсірейін ба? Пожалуйста. Не оқытты ма, не оқытты? Текст жазып көрдік бірге. Екінші куплеттегі біраз сөздерді мен жаздым. Көбінесе студияда олар көмектесті маған. Мәке көмектесті, Мәке жазды біраз жоқтарын. Одан кейін сол система
не нәрседен бірінші келеді. Ең бірінші маған жетпей жүргені неге мен өздігімнен бастай алмадым, иә, жанымдағы адамдардан көмек сұрадым деген сияқты сұрақ болса, себебі менің өздігімнен окружение жоқ менде. Мен таңнан кешке дейін офиста отырамын, үйде қыздармен тұрамын, өзім бүйтіп білмеймін, музыка мен үшін ол біраз интимныйлау сияқты көрінеді. Музыка мен үшін белгілі бір информацияның жеткізу тәсілі, иә. Сол себепті мен үшін білмеймін, атмосфера керек болды маған, прям окружение керек болды маған, бір сол сәт керек болды отыратын фокусированно сол бір ортада өзіндік атмосферасымен. Сол себепті маған студия міндетті түрде өзім елестетуімен қажет деп сездім. Келеріне солай Мәкенің продакшнның арқасында бізде осындай трек шықты. Алдағы продвижение мен промомен өзім айналсам бұйырса, және алдағы біраз өзгерістерді қортумен жүрмін, шынымды айтсам. Мен қазір Балидемін. Бұл да менің бір арманым еді. 2 жыл бұрын бойы келгім келіп жүрген сондай бір арал. Сәті түсіп, оңынан туып, кәдімгідей жоспарлап, осы нәрсеге дайындалып, ақша жинап келіп отырмыз. Сөйтіп қаңтар айында қыстың уақытында, жаздың ортасында отырмын. Оған да шүкіршілік әрине. Осылай бұйырғандай жылдың басы менде 2 үлкен бір арманның орындалуымен басталды. Бұйырса, әлде талай қызықтарды бастан кешіреміз деген ойдамын. Сол себепті менімен бірге болыңыздар. Пікірлерін жазып кетіңіздер, өлең жайында, мүмкін мен жайында, мүмкін мені бұрыннан танитындар болса, кейін оқымай кеткендер болса. Я, мен Инстаграм жүргізбей кеттім, шынымды айтсам, бірақ осы жаңа кейпімде, жаңа подачамен, былайша айтқанда, өзімді ашам деген ойдамын. Көп рахмет, сіздермен бірге болған Наз. Мы вот в таком кафешке. Мы приехали в кафешку Арабика. И тут очень шумно и очень много людей. Вот мы сидим тут.